30. Сатылы бөлшектің мәнін табыңыз. Мына жерде бізде осы көп қабатты бөлшек берілген. Осы бөлшектің амалдарын астынан орындауды бастаймыз. Ең бірінші амалымыз ол осы жердегі ең астындағысы азайту. Кейін қараңыз, 3 азайту 2-ден 1 сан шығады, одан кейін 5-ті шыққан санға бөлеміз. Мынау екінші амалымыз. Үшінші амалымыз ол азайту осы жердегі. Төртінші ол бөлу, бесінші қосу, соңғысы мына жерде алтыншысы ол бөлу. Енді амалдарын мына жерде бір-бірден жасаймын. 3 азайтылған 2-ден 1. 3-ті мен 2/2-ден 2 деп жазамын. 1 бүтінді қарыздадым да, мына жерде бөлімі 2 болса, 2-ден 2 мына санды деп жазамын. Және 2-ден 1-ді оны азайтамын да, шығады 2/2-ден 1. Бөлімдері көшіріледі, 2-ден 1-ді азайтқанда 1 шығады. Екінші амал 5 бөлінген 2/2-ден 1-ге. Мына жерде осы бөлшекті бұрыс бөлшекке аудармасам да болады. Мен көріп тұрмын, мына жерде 2,5, мынау 5. Осы сан мынаған қарағанда 2 есе үлкен. Сол үшін жауабы 2/1 деп жазамын да, жалғастырамын амалдарымды. 4 азайту 2. Ол бізде үшінші амал, шығады 2. Төртінші амал 12 бөлінген 2-ге. Ол бізде шығады 6. Бесінші амал 3 қосылған шыққан сан. Мына жерде 3 қосу 6 деп жазамын, шығады 9. Және соңғы амалымыз осы жерде 6-шы амал 3/4-тен 3 бөлінген 9-ға. Осы амалды орындау үшін бірінші мына бөлшекті бұрыс бөлшекке аударамын. 4-тен 15. Мына жерде бөлу 9, немесе 9-дан 1 болды. Немесе көбейту болады. Мына жерде 1-ден 9 болды. Немесе көбейтеміз 9-дан 1-ге. Мына жерде бөлшектерді қысқартсақ болады. 9 мен 15 қысқартылады 3-ге. Мына жерде 3, мына жерде 5. Енді үстінде 5 көбейту 1 ол 5. 4 көбейту 3 ол 12. Осы бөлшектің мәні 12-ден 5-ге тең. Сонда осы бөлшектің мәні 12-ден 5 болса, сатылы бөлшектің мәнін табыңыз дейді. 12-ден 5-ге тең. Жауаптардың ішінен А жауабы 12-ден 5 дұрыс.